Это видеоблог. Қуанышымда орынды деймін, а? Түсіндіңіз. Короче, бүйтемін бүгін ше. Қазір Home Plus-тан барамын да, вентилятор аламын да, андай маса өлтіретін аламын да, короче, ардушыны үлкенін ше. Сөйтіп, короче, сіздің комнатаңызға көшемін. Сөйтіп барып, ана масаның бәрін, короче, сіздің комнатаға өлтіріп, ана затты жағып, вентиляторды қосып, адам сатып ұйықтаймын. Патшытып күттім ғой. Әлі күттім ғой. Ұйқылағаным жоқ, вообще ұйықтағаным жоқпын даже бір айтқанда ше. Жауған ыстық болды? Ыстық, еще маса деген мен талап тастады ғой, ё-ма, дымды алған жоқ, онан маса көрші. Ұйқым келіп жатыр ше. Қайырлы таң бәріңе. Мен осылай таңертең ұйқыдан тұрып, жұмысқа дайындаламыз. Күнде осы бізде енді. Ұйқы қанған жоқ, түнде маса шағып, күн ыстық, ұйықтау мүмкін емес. Бұл жұмыстан айтып жеттіміз енді білмеймін. Бәріңе қайырлы таң. Өмірі сағат 6-дан 1 минут кетті. 5:30-да ұйқыдан тұрып, мен вообще 5-те тұрып алдым, бүгін 2-те тұрып алдым. Ұйқым қанған жоқ. Түні бойы ыстық маса шайнап, маса шағып, шайнап тастап бір сөз айтқанда. Мен қазір бәріміз жұмыс қылып жатыр, таң атпасам. Күнде осыны. Бұдан ерте барамыз, жарты сағат 5:30-да сіздер жұмыстан шыққанымыз ғой. Так, іздеймін. Және ондан тоғызды. Сеулдің суының қақ ортасында осындай строительный киімдермен тәуішкемен жүре береміз, не болса да. Суон Сити Холлда ортада, қазір келесі көшеде. Сондықтан солай. Таңертең қазір шиктан қылып жатыр. Шиктан деген біздің қазақша сөзбен айтқанда асхана қойып жатырмыз. Тегін тамақтанып жатыр жұмыста. Сол тамағымызды барып ішіп, әлі жұмысқа келіп алғанбыз. Біздің тамақтанатын жер таңертең тегін. Обязательно ғой. Завтрак, обед, ужин ғой. Осы жерде біздер тамақтанамыз. Тегін тамақ. Күнде 2 рет тегін тамақтанамыз. Солай. Тегін тамақтардың бірі. Рис, солян. И рис. Жұмысқа осылай киінеміз. Осылай маскамен. Өткен терлеген кезінде тердің бәрі бетке түсіп, көзге түспеу үшін каска. Ал біздің жұмыс орнымыз. Бүгін ең соңғы 13-ші жұмыс істейміз. 3 адам болды. Ал
жұмыс уақыты басталғанша осы жерде жатып демалып аламыз. Шаршадық, түні бойы дұрыс ұйықтай алмадық. Осылай аяқты көтеріп алып жатпаймыз да. Шіркін-ай. Осы жұмыс орнымыз. Бүгін көрсеңіз, жұмыс барысынан қалай жұмыс істейтінімізді. Так, бүгін жұмыс барысынан көрсетейін сіздерге. Мына жерде отель салып жатыр, осындай кішігірім. Жататын орны бар. Бұны примерно санузел. Міне осының ішін біздер чонс жасаймыз. Мына жерде, короче, ремонт біткеннен кейін мына жер лас, водас болады, мусор бәрін қатырып кетеді. Содан кейін біз осы орында тазалаймыз. Қазір біздер бүгін крышада жұмыс істеп жатырмыз. Қазір жұмыс барысын көрсетейін, қандай жұмыс екен. Жұмыстың аты параша деп аталады, чонсу. Чонсу уборка, параша болса хирату. Осылай ақырындап сықпай көтерілеміз. Осы жерде жұмыс істейміз. Бұл жерде бауырлары, қытайлар жүр. Кәмістер. Мен жездем. Осы етіп помдар жинаймыз. Осы етіп помдарды. Осы етіп 30-дан. Бір ятта 30 штук болады, общий 90. Осы етіп осының бәрі, осы шашылып жатады. Параша деген жұмыс осы біздер чонсу. Осының бәрін біздер тазалауымыз керек. Осы бүгінгі біздің жұмысымыз. О, Рүстем Батыр! Қазір помдар жинап жатыр. Мына аты Юрий помдар аталады. Темір помдар, значит. Міне осылай біреуін жинап 90 штук, екінші штук жинап жатырмыз. Мына бәрін қазір тазалағансын, бәрін көрсетеміз қалай болғанын. Қазірге осы жұмыс аса ауыр деп айта алмаймын. Но крышада жұмыс дегенсін әрине кішкене қиындау. Терлейсің, ыстық. Және де құр тұрмайсың, үнемі жұмыс істеп тұру керек, жұмыс барысында жүру керек. Солай соңғы жұмыс біткесі көрсетеміз. Жаңбыр жауып кетіп рахат болды, шіркін-ай. Жатырмыз енді демалып. Жұмыс бітті ма, Жүзе? Жұмыс бітті ма? Жаңбыр ғой там.
болды осымен қазір жұмыс Обедтен жоқ. кейін Обедтен кейін, иә, обедтен кейін жауы мүмкін. Қазірше уақыт жоқ, жұмыс жоқ, осылай жатамыз демалып.